Педагогтардың біліктілігін арттыратын тесттің сұрақтары арасында күрделі. Астана қаласындағы білім саласы қызметкерлері кәсіподағының төрағасы Батыр Әлиев педагогтердің біліктілігін арттыратын тесттің сұрақтарының күрделі екенін айтып, астаналық педагогтердің ең өзекті деген мәселелеріне тоқталды. Қазір біз 2020 жылы қабылданған педагог мәртебесі туралы заң аясында жұмыс істеудеміз. Мен осы заң жобасын жасаған жұмыс тобында болдым. Ол заң педагогтерге жақсы пайдасын тигізуде. Жалақылары жыл сайын 25%-ға өсіп тұрды. Ал келер жылы жалақылары қалай болатынын айта алмаймын. Бізде дегенмен инфляция деген бар. Бір жағынан жалақыны көтермеу мүмкін емес дей. Санатына байланысты үстемақы алатындар бар. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Бірақ проблемалар аз емес. Соның бірін айтар болсақ, осы шақырылымдағы мәжілістің бірінші сессиясында президент те атап өткендей, мұғалімдерді аттестаттаудың талаптарын жеңілдету керек. Әңгіме мұғалімдер санатын арттыратын кезде тапсыратын аттестация жайында болып тұр. Бұл уақытқа дейінгі түйінді күйінде еді. Мемлекет басшысы көтергеніне қуандым. Себебі аттестациялық комиссияда өзім бармын, өзім куәмін. Мысалы, сұрақтар өте күрделі. Оған қоса портфолио дайындау керек. Бізде портфолияны тек мұғалімдер жинайды. Дәрігерлер біліктілігін арттыратын болса, портфолио жинамайды. Мемлекеттік қызметкерлер де солай, тек тест тапсырады. Сонымен қатар мұғалімдер аттестацияның бірінші кезеңінде түрлі курстардан өткенін растап, оқушының өзінің жетістіктерін түйіндеуі тиіс. Балабақшада тәрбиешілердің конкурсқа қатысу мүмкіндіктері шектеулі. Өйткені конкурстардың саны шектеулі. Мысалы, Астанада 100-ге жоқ мемлекеттік балабақша бар, ал тәрбиешілерге бір қолдың саусағымен санарлық конкурс бар. Оларда бас жүлдені қоса есептегенде 4 орын ғана есептелінеді. Сонда конкурстардан бас-аяғы 20 орын алуға болады. Ал тәрбиешілер өте көп. Қосымша білім беру мекемелерінің оқытушыларына да талап жоғары. Ондағы мұғалімдердің әрқайсысы әртүрлі аспапты меңгерген, алайда тесттегі сұрақтары бірдей. Мектепте аттестация кезінде математика пәнінің мұғалімі мен физика пәнінің мұғалімінің сұрақтары әртүрлі болады ғой. Бірақ баянға үйрететін педагог пен домбыраға үйрететін педагогтың сұрақтары бірдей. Мен ол сұрақтарға көз жүгіртіп көрдім, шынында күрделі. Мұғалімдердің жалақысына тоқталсақ, ауылдық аймақтардағы ұстаздар қаладағы педагогтерден 25%-ға көбірек жалақы алады. Қалада пәтер ақыдан бастап азық-түлік және басқа да қажеттіліктер ауылға қарағанда қымбаттырақ. Бұрын коэффициент деген болған, қазір ол да жоқ, деді Батыр Әлиев.